Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді әрі жұмсақ пирожки даярлаймыз. Пирожкидің осы тестісімен сіздер бауырсақ даярласаңыздар да болады. Мен тестісін даярлаймыз. Ол үшін бізге 150 грамм жылы сүт, 150 грамм жылы су, 50 грамм қант, 5 грамм дрожжи, 50 грамм сары май, 1 дана жұмыртқа, 1 шымшым тұз және 550-600 граммдай ұн қажет. Алдымен апара даярлаймыз. Ол үшін жылы сүт пен суды араластырып, оған қант, дрожжи, ұнды қосып араластырып, оның бетін жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. Дрожжи реакция беріп көтерілуі тиіс. Ұнға жұмыртқа, сары май, тұз және осы апарамызды қосып араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болуы тиіс. Иленген қамырымыз жұмсақ, әрі қолға жабыспай тұруы тиіс. Иленген қамырдың бетін жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Салмасына картопты кесіп, оны суға пісіріп аламыз. Пиязды майдалап турап, қуырып алып, осы картопымызға қосамыз. Картопқа тұз, бұрыш секілді дәмдеуіштерді қосып, оны жақсылап еземіз. Осы жерде аздаған сүт және сары май қосып жіберсеңіздер болады. Ол картопқа ерекше дәм береді. Ашқан қамырымызды бастырып елеп аламыз. Қамырды бөліп, пирожкидің көлеміне сай етіп, дөңгелектеп, күлшелеп аламыз. Күлшеленген нанды біртіндеп отырып жаямыз. Ортасына салмасын салып, пирожкимізді түйеміз. Мен пирожкидің жартысын духовкада пісірдім, жартысын майға қуырдым. Духовкада пісіретін пирожкидің бетіне жұмыртқа жағып, оның бетіне кунжут сепеміз. 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіреміз. Майда қуырылатын пирожки жақсы пісуі үшін біз оны жұқа етіп жаямыз. Сол үшін мен күлшеленген қамырды екіге бөліп алдым. Жайманың ортасына салмасын салып, оны түйіп аламыз. Қызып тұрған майда орташа отта пісіреміз. Пирожкидің қамыры толық пісуі үшін газды аздап баяулатсаңыз болады. Пирожкидің екі жағын қызарғанша айналдыра отырып қуырып, оны піскен уақытта салфетка төселген тарелкаға қоясыздар. Онда салфетка артық майды өзіне сіңіріп алады. Мен өте дәмді пирожкилеріміз дайын. Міндетті түрде даярлап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Назарларыңызға рахмет.